Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оңай әрі жылдам жасалынатын, қонақ келген кезде аяқ асты тез жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ұялмай дастарханыңызға қоясыздар. Бізге қажетті заттар ол осындай кириешки, колбаса, яғни мен бір тарелкаге арнап жасаймын. Бір огурцы, помидор және жүгері, майонез керек болады. Ең алдымен огурцымызды жіңішке етіп дөңгелектеп кесіп, одан соң дәл видеодағыдай ұзынша жіңішке етіп кесіп шығамыз. Жіңішке әдемі етіп кессеңіздер, салаттарыңызда әдемі болып тұрады. Огурцымызды кесіп болғаннан кейін бір ыдысымызға салып, енді қызанағымызды дәл солай жіңішке етіп турап аламыз. Ыдысымызға саламыз, енді шұжығымызды, яғни колбасамызды да дәл видеодағыдай жіп-жіңішке етіп турап шығамыз. Колбасамызды турап болғаннан кейін жүгерімізді қосамыз. Жүгері қосамыз. Енді 2-3 осы кириешкидің жартысын бетіне сепкенге алып қаламыз да, жартысын салатқа қосамыз. 2-3 ас қасық майонез қосамыз толтырып. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қосасыздар. Егер де аз болса, тағы да кішірек қосып жесеңіздер болады. Шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды, қыздар. Өте дәмді болып шығады, сіздерге ұнары сөзсіз, әрі оңай жасалынады. Қолжетімді ғана заттардан қонақ келген кезде аяқ асты тезірек осы салатты жасап дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Осы видео ұнаса, WhatsApp желісінде достарыңызға, құрбыларыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Ал достар, мінекей салатымыз дайын болды. Лайк басып комментарий қалдырып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.